Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді болып шығатын батон нанды әзірлейміз. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыз. Таза ыдысымызға жылы сүт пен жылы суды құйдым. Үстінен бір жұмыртқа салып, бір шай қасық тұз бен бір шай қасық қант салып, үстінен 50 грамм сұйық май құйдым. Осылар жақсылап араластырып, үстінен бір шай қасық аштығы салып, шетінен 2-3-ке бөліп, алдын ала еліктен өткізіп алған ұнымызды саламыз. Содан кейін жақсылап қолмен қолға жабыспайтындай қамыр илейміз. Ұнның бірінші немесе жоғарғы сорпты ұнды таңдаған дұрыс болады. Сол кезде нанымыз әдемі үлпілдек болып шығады. Енді осы қамырды жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Көтерілгеннен кейін қолымызбен жақсылап алып, ұн себелеп отырып, осы қамырды тура 2-ге бөлеміз. Құрметті көрермен, егер де сіз менің каналыма жаңадан келген болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліп, видеома лайк басып, қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қоса аласыз. 2-ге бөліп алған қамырымызды жақсылап жуалап, бетін жауып қойып қоямыз. Бірінші қамырды алып, ұн себелеп, оқтауының көмегімен жаямыз. Жұқалау етіп жайып алған соң, шетінен бастап рулет тәрізді етіп ораймыз. Орап алған соң, шеттерін жақсылап бекітеміз. Піскен кезде ашылып кетпейтіндей етіп ораймыз. Екінші қамырды дәл солай ұн себелеп отырып, жақсылап жұқалап жайып аламыз. Дайындап алған нандарымыздың үстінен осылай кішкене басыңқырап, және де үстінен бір жұмыртқаны жарып, осылай бетіне жағып шықтым. Сол кезде беті әдемі болып шығады. Одан кейін осындай таза лезвімен не болмаса өткір пышақпен осылай бетінен тіліп, узор жасап қоямыз. Және де мен үстінен әдемі ретінде кунжут септім. Және де осы қамырды 10 минутқа тындырып көтерілуге қоямыз. Содан кейін барып пешке салып пісіреміз. 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Мінеки көріп тұрғандарыңыздай нанымыз өте жұмсақ әрі беті қоңыр болып әдемі түске еніп пісіп шықты. Мінеки осылай үй жағдайында батон нанды пісіріп алуға болады. Бұл нандарды кәдімгі әсел пешке пісіруге болады. Арасын кесіп көрсетейін. Арасы толықтай піскен, өте жұмсақ болып шықты. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып қойыңыз.